بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر 10 سبق. أعضاء الإنسان адамның ағзалары. Шақиқ, туысқан, хаддун, бет, зираун, білек, сақун, балтыр, зақун, иек, содрун, көкірек, маида, асқазан, ғарат, мақсат, арақ, тер, виқоя, сақтау, тағдия, жабу, орау, интибақ, жұмылу. Салимун, қала Салимун, мұхатибан шақиқаху Юсуфу сағир. Салим өзінің кішкентай туысқаны Юсуфқа сөйлесіп айтты. Ләка, я Юсуф, айнайн. Юсуф, сенің екі көзің бар. Ал-вахиту ан ямин анфика, вал-ухра ан шималихи. Біреуі мұрынның оң жағында, екіншісі сол жағында. Валака узунани ал-вахид ан ямини расика, вал-ухра ан шималихи. Яғни екі құлағың бар, біреуі басыңның оң жағында, екіншісі сол жағында. Валака айдан хаддан, ва зиран, ва мирфақан, ва ядан, ва сақан, ва рукбатан, ва қадаман. Яғни де екі бетің бар, екі білегің бар, екі шынтағың бар, екі қолың бар, екі балтырың, екі тізең, екі табаның бар. Валакин лака джабхатун вахида, ва анфун вахид, ва зақнун вахид, ва садрун вахид, ва маидатун вахида. Және де бірақта сенің бір маңдайың, бір мұрының, бір иегің, бір көкірегің, бір асқазаның бар. Ва хал та'рифу вазифата куллу удвин минха. Ол ағзаларының әрбірінің қызметін білесің бе? Ва кана юширу би исбаихи илал а'даи аллати кана юсаммиха. Ол саусағымен көрсетіп ағзаларға оларды атады. Ва байнама хума казалика из ярахума ал-муаллим. Сол кезде ол екеуін мұғалім көрді. Фақала Салимун дахикан. Және Салимге күліп айтты. Қул мал файдату минал хаджибайнил байнил джабхати вал айнайн. Маңдайың мен екі көзіңнің арасындағы қабағыңның қасыңның пайдасын айт. الغرض منهما أنهما يمنعان سقوط العرق من الجبهة إلى العينين. Маңдайдан түсетін терге, көзге түсетін, екі көзге түсетін терге ол екеуі кедергі болады. Асапта ва ма файдатул аджфан. Дұрыс айттың. Ал қабағының пайдасы не? Инна тақил айнайни минал ада. Ол екеуі зиянды нәрседен, көзге түсетін зиянды нәрседен сақтайды. Садақта фи жауабика ли анна джафна юғаттил куратил айни куллаха индан наум. Сенің жауабың дұрыс. Өйткені қабақ жабады екі көзді ол ұйықтаған кезде. Вафадлан ан залик إنه ينطبق سريعا على العين كلما مر أمامها شيء بشدة. Сондай-ақ көздің алдынан бір нәрсе өткен кезінде ол тезде жабылады. 11-ші тамрин қазақша сөздерді арабшаға аудару. Сенің туысқан інің Ахмет менің досым. Шақиқу ахука Ахмад садиқи. Алла бізді аурудан сақтасын. Аллаху тақи минал марид. Қатты терледім. Тағаррақту кәсиран. Екі қолыңды екі шынтағыңға дейін жу. Иғсил ядайки илал мирфақайн. Неге күлесің?
лима тадхаку, қолыңмен көшені көрсетті. Ашара иля шариғи бияди, ей досым ашуланба. Ла тахтаб я садиқ, көзіңнің жасын сүрт. Әмсих дәму айнейк, мені зират етсең қатты қуанар едім. Зур тали ла фарихту касиран,